Ассалаумағалейкум ағайын, бүгін Сарыағаш ауданы Тербісек елді мекенінде Сейітжан ағамыздың Жиенбай-ата шаруа қожалығына келдік. Бұл жақта атақты көкпар аттары бар. Қазір сіздерге таныстыратын боламыз. Сейітжан ағамыздың ұлы Руслан бауырымыз. Rusеке, қазір аттарыңызбен таныстырсаңыздар. Осы жақта Сейітжан ағамызда дода жарып жүрген мықты айғырлар бар деген еді. Соны халыққа көрсетсек. Қынатыған ағымыз Вандам, таклички Вандам. Сезонға дайындық. Бұл Вандам линиясы қандай? Алшын әкесі, шешесі Қарабайыр өзімізге бер. Толтыр алғамыз Түркістан. Енді биыл шаптырамыз, Алла қаласа. Жақсылап жеміге толтырып, жетіге шықтырып тұлпарымыз. Бойы 1.70-тің үсті сияқты бұл, 1.72 бойы. 1.72 биік болып тұр, шоқтығы биік екен. Вандам. Машалла, тұрысының өзі бөлек қой, қараңыздар. Енді тағы келесі шығарайын деп жатқан тұлпар. Бұл қандай тұлпар? Таран. Таран. Осы жылы марттың 17-сіне 2-ге толған. Өзіміздің қол бала. Әкесі де өзімізден, шешесі де өзімізден. Әкесі қандай тұлпар еді? Форель деген. Форельдің баласы Таран. Бұның бойы қанша болып тұр? Бой 1.66-67 шығып қалады. Марттың 17-сіне 2-ге толған Таран атақты Форельдің баласы. 2 жасар. Тамашалап қойыңыздар. Көк тұстары. Қазіргі шығаратын тұлпарымыз Кобра есімді тұлпарымыз. Бұл ана қазір Король деген атымыз бар, көрсетем. Бұл биеде пәсте, соның арқасы бұл, екінші ат. Корольдің арты. Корольдің арты. Биыл 8-ге шықты жасы. 8-ге шықты. Биыл жақсылап дайындап шығарамыз, енді көкпар додаға қосамыз. Бұл патша деген жаңағы айтып өткен тұлпарымыз Қырғызстаннан келген. Селекцияға. Патша Қырғызстаннан келген, селекцияға арнайы алдыртқан, барып көріп, көзбен көріп атқан екен, алдыртып отыр. Үшке шықты. Бұл Шақтымар, Форельдің баласы. Қатты ерке бұл. 2 жасқа толды. Өзіміздегі шыққан қол бала. Енді жай дайындаймыз, көкпарға үйретеміз. Сейітжан ағамыз күні кеше Қырғызстаннан бір құлынды бие алыпты. Соны қазір көрсететін боламыз. Бұл биемізді күні кеше алып келдік. Қырғызстаннан Таразға келіп, Тараздан күтіп алып келдік. Бұл биені Қырғызстаннан келді. Амна айғырымыз Форельдің баласы, биыл 3-ге шықты. Үйдегі Таран деген атымыздың ағасы бұл. Бір әкеден, бір шешеден екеуі. Тайымызға қойып жатыр. Енді үйдегі жақсы аттарымызға қоямыз. Жақсы құлындарын алып, Құдай қаласа көбейту, таза қанды малдарды, жылқыларды.